Ең әлсізге сыйлық. Бір күні кітап оқып отырған аң патшасы арыстанның тыныштығын тышқан бұзды. Арыстан теледидар қарамақшы болып, теледидарын қосты. Теледидардан жануарлар әлемін тамашалады. Әуеде самғап ұшып жүрген бүркіт жерден қоянды көріп, оны ұстамақшы болып қуалай жөнелді. Қоян зыр-зыр қашып, бүркіттен құтылғаны сол еді, алдынан түлкі шығып, ол да қуалай жөнеледі. Жан ұшыра қашқан қоян түлкіден де сытылып кеткенімен, алдынан қасқыр шыға келіп, қоянды ұстамақшы болып қуа жөнеледі. Зыр-зыр қашқан қорқақ қоянның шапшаңдығы сондай, қасқырдан да қашып кетті. Өзінің әлсіздігіне налынған қоян ағаш түбіне барып, көз жасына еріп берді. Осыны көрген аң патшасы арыстан қоянды аяп көзіне жас алды. Теледидарын сөндіріп, ойға батты. Ойланып, толғанып, ол үйіне бір үлкен қорапты кіргізді. Орманға почта бөлімшесіне тікұшақ ұшып келіп, газет журналдармен бірге арыстанның әзірлеген қорабын да төменге тастады. Почташы тышқан газет журналдарды сөмкесіне салып таратпақшы болған кезде, оның көзі үлкен тақтай қорапқа түсті. Қораптың сыртында ең әлсізге сыйлық, кімге екені жазылмаған, түктемес табамыз. Тышқан қасқырдың қасына жақындап, Қасқыр, мен ең әлсізді іздеп жүрмін. Түсінесің бе? Ең әлсізді, почтаға ең әлсізге. Мен бе ең әлсіз? Тышқан зу ете қаша жөнелді. Бір мезетте үлкен төмпекке көтеріле салып еді, астындағы төмпегі қозғала бастады. Аю, мен ең әлсізді іздеп жүрмін. Маза қылып тұрсың ба? Тапқан екенсің, ең әлсізді. Деп ақырып жібереді. Оның дегенің, мен тек қана ең әлсізді іздеп жүрмін. Деп тышқан әрі қарай жөнелді. Түлкінің үйінің қасынан өтіп бара жатып, газеттерін тастап еді, үйін жинап жатырған түлкі тышқанды ұстап алды. Ой, түлкі, сен түсінесің бе? Мен ең әлсізді іздеп жүрмін. Сен онда қателесесің. Деп тышқанды итеріп жібереді. Тоқта. Жерге шашылған газеттерін жинап жүрген тышқан ағаш түбінде жылап отырған қоянды көреді. Сен неге жылап отырсың? Қалай мен жыламаймын, мені бәрінен жетеді, мен әлсізбін. Онда маған керегі сенсің. Почта бөліміне ең әлсізге сыйлық келді. Түсінесің бе? Сыйлық. Онда басқа әңгіме. Міне сыйлық, қабылдап ал. Осыны қарап тұрған қоянның жанына түлкі келіп, Неге сен соғықты иемденіп алдың? Кел күшімізді сынайық. Кім әлсіз екен? қу түлкі қулығын асырып қоянға, Қолыңды тигіз маған. қоян қолын тигізген сол еді, қу түлкі жерге құлай кетіп, орнынан тұрып, Қарақшы, әлсізбіз деп көп ойлайсың. деп қорапты иемденгісі келіп, айналып жүргенде аю келіп түлкіге, Олай болатын болса, сенен де әлсіз табылады. Кел күштесейік. екеуі қорапты айналып түлкіні қуа жөнеледі. Қу түлкі қорапты бір-екі айналып төбесіне шығып жатып алады. Ал аю болса, қорапты айналып жүре береді. Ал тышқан мен қоян түлкінің қулығына таңданып қарап тұрды. Сол мезетте қасқыр келіп аюды тоқтатып қорапқа қарап, Қане айыпдар, кімнің дәрісі? Сен әлсізсің. Солай.
ормандардың ағаштарын жұлып жатқан кезде ішінен алмалар домалап түседі. Біреуін түлкі жасырып үлгеріп еді, қасқыр көре салып, желкесінен көтеріп алып, бұзық болма. қасқыр алмаларын жинап, қорапты әрі қарай бұзған кезде, ішінен ақырып, аң патшасы арыстан шығады. Кіміңді әлсіз? Деп ақырғанда бәрі жан-жаққа қаша жөнелді. Қоян қорыққаннан екі аяғы қозғала алмай тұрған жерінде тұрып қалды. Сен неге қашпайсың? Қалай, бұл әділетсіз, менің орнымда басқалы жаппай шекпеу керек. Мен әлсізбін. Мен сені қорғауға келдім. Шын ба? Сол кезден бастап аң патшасы арыстан ормандағы әлсіз аңдарға қамқоршы болды.